Қайырлы күн. Біздің жобамыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» әңгімесіндегі тәрбие идеологиясы. Ал жобамыздың мақсаты осы шығармадағы әке мен бала қарым-қатынасы арқылы оқушының бойындағы тәрбие құндылықтарды қалыптастыру. Ал жобамыздың міндеттеріне келетін болсақ, ең алдымен шығарма мазмұнына шолу жасаймыз. Одан кейін кейіпкерлерге мінездеме береміз. Сол арқылы адамның бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерді кесте бойынша көрсетеміз. Жобамыздың өнімі бұл шығарма мазмұнына арнап жасалынған балаларға арналған танымдық комикс. Ең бірінші бетіне өтсек, біз QR кодты қоямыз. QR кодты скандау арқылы память тақтасына көшеміз. Память тақтасы бұл жобаға арналып жасалған, яғни бұл жерде біз мақсат, міндеттер, тапсырмалар, әке мен бала шығармасына жасалған бейнероликті құрастырған топ мүшелерін бақылай аламыз. Біздің жасаған комикс 21 беттен тұрады. Бірінші бетіне жоғарыда айтқандай QR код орналасқан. Оны скандау арқылы біздің Padlet тақтамызға көше аласыз. Комикске арқау болған бейнеролик МДБ Муфтият YouTube арнасынан алынған. Әрі қарай бір шығарма мазмұнымен таныса аламыз. Комиксте мәтіннен гөрі суреттер аса маңызға ие. Соңғы беттерінде әңгіме желісі бойынша құрастырылған тапсырмалар бар. Біздің бұл тапсырмалар Padlet және басқа оқулықтарда енгіздік. Енді осы тапсырмаларға келетін болсақ, адам бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерді теріп, оны кестеге жазуға бердік. Және екінші тапсырма, яғни ол мінездеме, шығармадағы кейіпкерлерге мінездеме береді. Осындай құрастырылған танымдық комикс арқылы оқушылар түрлі әңгімелерді, ертегілерді қарай алады, және де бұл QR код арқылы автобустарда кез келген жерде осындай әңгімелерді, ертегілерді көруіне мүмкіндік жасалған. Және де бұның тиімділігі суреттер арқылы оқушылар тез ұғып алады және тез түсінуге де жақсы. Төзімділік, ақылдылық, адамгершілік, сабырлық,